Сәлем достарым, қалдарыңыз қалай? Мен саяжайға келіп қалдым. Және бір көрермен жазып жіберген, саяжайыңызда не бар деп. Сол барын кішкене көрсетіп қояйын. Барлығын болмаса да, аз-аздап пайдасы тиеді-ау деген дүниелерді көрсетіп қояйын. Мынау менің демалыс аймағымның орны. Осы жерде газон өсіп жатқан болатын. Ол газонды қалай еккенім жайлы, оның шыққан туралы видеоларды салдым сіздерге. 2 жыл бойы өте тамаша демалдық сол газонның үстінде. Жалпы газон деген өте жақсы, оны жақсылап баптап күтсе, сондай бір жасыл кілем ғой, үсті өте жұмсақ болады, табиғи газонға ештеме жетпейді. Ал енді биыл бұл жерде газон жоқ, қазір ғана алып тастап, мінекей газоннан ештеме қалмады. Себебі бұл жерді мен демалыс аймағы етіп таңдаған кезде дұрыс есептемеппін. Күн түсіп тұрады екен де, кешкісін күн түсіп тұрады екен. Сондықтан мен енді осы жердегі әткеншекті мына жерге апарып қойып қойдық. Әткеншегімізді мына жерге алып барып қойдық. Ар жағында құлпынайлар өсіп тұр. Мына жерде әткеншек болады. Ал енді мына газонның орнына мен биыл картошка егеменді. Мына әткеншекті апарған себебім, мына тұрған жүзімдер бар ғой, солар өседі де, күнге қарсы мінекей мына жерге дейін өседі де, сөйтіп көлеңке қылады. Кешкілік уақытта көлеңке әдемі, сондай жақсы көлеңке түсіріп тұрады. Мінекей сол осындай. Ал енді газонның орнына картошка егем. Бұл жерге мінекей күні бойы түсіп тұрады, және кешкісінде түсіп тұрады екен. Сондай ғажап. Мынау жүзімдер, достар. Бұл жүзімдер. Қазір астына түсіп көрсетейін сіздерге. Ал енді достар, мынау жүзімдерім. Жаңадан көтердім. Бұларды қыстатар кезде мен осындай апалупкаға саламын. Апалупканың ішінде қыс бойы жатады. Қалай жабатыным жайлы видео түсірген болатынмын. Қарайым десеңіздер, астына сілтемесін қалдырамын. Бұлар өте жақсы қыстады. Байқасаңыздар, көрдіңіздер ме? Бүршік атып келе жатыр. Жалпы қай уақытта көтеру керек деген сұрақ туындайды әркімде. Қалай қар ери бастайды, бірден көтеру керек бұларды. Әйтпесе астында жатып, жүзімдер бүршік аталмай, бұлар күн көзін қажет етеді, сөйтіп қиналып қалады. Және жемісті кеш көтерсеңіз кеш береді. Көтергеннен кейін бірден бардос қоспасын сеуіп тастадым. Бардоская жидкость смесь дейді. Сол өте жақсы, маған ұнайды. Жылда осы ағаштарды сол бардос қоспасымен себезгілеп тұрамын. Мынау жүзім кешмеш. Көрдіңіздер ме? Бүршік жарып келе жатыр. Менде жүзімдердің түрлері көп. Жалпы бардос қоспасын қалай дайындайтыным жайлы да видео түсірдім. Оны да керек десеңіздер, керек деп тапсаңыздар, астына сілтемесін қалдырамын. Осы видеоның қарап, жасап көрсеңіздер болады. Достар, әзірге бау-бақшаның жағдайы осы. Ал мынау құлпынайлар, бұлар да өсіп жатыр. Құлпынайларды 2 апта бұрын мен орындарын ауыстырып отырғыздым, жаңалап. Осындай 2 ғана қатарға отырғыздым. Себебі көп құлпынай емес, біздің отбасыға осы 2 қатарда жетіп артылады екен. Қыста сақтауға да. Ал енді құлпынайды қалай күту жайлы да видео түсірген болатынмын. Оның да сілтемесін сіздерге қалдырып кетемін, астына қарап көріңіздер. Жалпы дені сау құлпынай осындай болады, достар. Ешқандай шірік, жаңағы жан-жағы қызарып кеткен, сондай
жапырақтар болмауы керек. Осындай тап-таза әдемі жапырақтар болу керек. Мінекей, бұлар енді осылай жапырақ шығарып болғаннан кейін гүл атады. Гүл атқаннан кейін 20 күннен кейін ол піседі. Осындай достар. Құлпынай жалпы осы көктемде бұларға азот керек болады. Сондықтан түбін тазартқаннан кейін аздап бір уыстап көң сеуіп қойсаңыздар болады. Көң шіріндісі азотқа өте бай. Мінекей достар, мынау мойыл деген ағаш. Бұл бір жыл гүлдеп, бір жыл гүлдемей солай тұрады екен. Мынау биыл гүлдеп жатыр. Мойыл деген өте гүлі сондай әдемі болады. Гүлдейін деп тұр. Бұның аппақ гүлдері болады. Ал енді осы мойылды не үшін қолданады? Сіздер білесіздер ма? Мен білмейді екенмін. Білсеңіздер жазып кетіңіздер. Өтініш, біліп жүрейін. Мойылдың орысшасы черемуха. Ал енді достар, мынау былтыр еккен нелер, таңқурай, малиналар көрінеді ма сіздерге? Бұлар енді бұларды қалай еккенім жайлы видео түсірмеппін. Бірақ мен бұларды жақында тазалап күтім жасаймын. Себебі уақыт келді. Мінекей мынандай арамшөптерін жұлып тастаймын. Себебі уақыт келді. Бұлар енді бұларға не керек? Мінекей осындай қатар-қатар болып тұр. Бұлардың арасын тазалап, қосымша қада қағып, мынандай уақытша қада қағып қойғанбыз. Қосымша қада қағып, таңқурай мына тұрып тұратындай сондай аспа жасап қою керек. Достар, осы жайлы қалай күтім жасайтыным жайлы жақында видео түсіремін. Мінекей достар, мынау менің негізгі көкөніс алқабым. Осы жерге қызанақ егемін, қияр егемін, асқабақ, сондай перецтің қазақшасы қалай болады өзі? Жалпы осындай көкөністер егетін алқабым. Жерін аударып дайындап қойдым. Бұл жерге енді бетіне кішкене көң сеу жері керек. Ал достар, мынау алма ағашы. Бұған ерте көктемде күтім жасап қойдым. Демек, артық бұтақтарын кесіп, бардос қоспасын сеуіп қойдым. Мінекей достар, гүл мінекей мынаның бәрі гүл болады. Гүлі жақсы құнарлы топырақтан нәр алып тұрса, демек бұның барлығы алма болады. Мінекей оянып жатыр бұларда. Әзірге достар, саяжайдағы жағдай осындай. Алдағы уақытта көптеген қызықты видеолар күтіңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.